жаттығу. Мысалы 5х қосылған 6 үлкен немесе тең, мысалы 5х қосу 7 болсын. Бұдан біз 5х-ті сол жаққа шығарамыз, таңбасы теріс. 6-ны оң жаққа шығарамыз, таңбасы теріс. Сонда бізде шығатыны 5х азайту 5х үлкен немесе тең 7 азайтылған 6. Бұл нешеге тең? Ортақ көбейткіш x-ті 5х-тен 5х-ті алсаңыздар 0, яғни ол 0х дегенді білдіреді. Үлкен немесе тең 1-ден. Енді біз білеміз, кез келген x кез келген сан бола берсін, минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін кез келген санды алыңыздар. Сонда біз егерде x-ті 0-ға көбейтсек, бәрібірден 0 шығады. Сондықтан бұл жерде 0 үлкен немесе тең 1. Ал бұл теңсіздік. Бізде мүмкін емес. Сондықтан біз бұл есептің шешімін бос жиын дейміз де. Яғни x бізде бос жиында ғана жатыр дейміз. Бұл есептің жауабы бос жиын болды сонымен. Яғни бізде x-тің орнына мына аралықтан кез келген санды алып көрсеңіз де, бәрібір 0 көбейтілген x ол 0 береді. Ал 0 1-ден үлкен болуы ешқашанда мүмкін емес. Сондықтан бұл есептің шешімі құр жиын. Жақсы, тағы бір мысал келтірейік. 5-ші жаттығу. Мысалы 4-ші жаттығуға ұқсас 5х қосылған 6 үлкен 5х қосылған 3 болсын. Осы теңсіздікті шешіп көрейік. Дәл жаңағындай 5х-ті сол жағына көшіреміз, таңбаны минус қып, 6-ны оң жағына көшіреміз, таңбаны минус қып. Сонда бізде теңсіздігіміз 5х азайтылған 5х үлкен 3 азайтылған 6 болады. Бұдан біз 0 көбейтілген x үлкен минус 3 деген шығарамыз. Енді біз білеміз, x-імізді біз жалпы іздеп жатқан сандық өсіміз, x-іміз кез келген минус шексіздік пен плюс шексіздіктің аралығынан іздеп жатырмыз. Енді кез келген санды көбейтсек x-ке 0-ге, онда бізде 0 шығады. Яғни 0 үлкен минус 3. Енді бұл ылғи да мүмкін. Кез келген сан ала береміз. Сонда x-тің орнына ендеше бұл жерде x-іміз минус шексіздіктен плюс шексіздік қала береді дегенді білдіреді. Яғни кез келген сан алып x-тің орнына қойсақ, бұл теңсіздік 0 үлкен минус 3 деген ылғи да орынды. Яғни жауабы бұл теңсіздіктің минус шексіздіктен плюс шексіздік дегенді білдіреді. Міне осылай бір айнымалысы бар теңсіздіктерді шеше бересіздер. Жақсы, сау болыңыздар.